ана ол. Мұса Жәлел образын тудырырға өзі бір ғажайып ауыр Жауаплы. Бірінші Мұса Жәлел оперын қойған шақта мен өзімні әлі ол операға пішіп жетпеген шекілді. Әзір түгілер оларға. Әзір түгілі. Шулай деп. Нешін дейсің, Мұса Жәлел операсында бізде енді ол драма тенора деп атала. Шундай тенор жырларға тиіш. Менің енді лирик тенор еді. Жылдар ұза бара тұрғаш, тауыш нығыды. Енді қазір жаңадан тәжірибе болды енді. Жаңадан бұл операны Мәскеуден келген Георгий Павлович Ансимов деген режиссер қойырға болды. Енді мен қазір бұл операда ойнарға ризалықты бердім. Георгий Павлович ол операны бек қызықты қойды. Оның ойы бойынша бұлайды. Башта бірінші сахна ашылуға Жәлелдің шитлік артында тұруы. Міне ол шитлік алдында тұра, аның көз алдында, аның ойларында өзінің ұзған тұрмышларын еске алып тұра. Міне аның көз алдында қазір Қазанда иптәші Әмина ханым білән сау болашу, баласы Шолпан білән. Міне шында біз дуэт жырлайбыз. Міне шуны енді мен Мұса Жәлел көз алдында тұтып көрем.